келіп отыр. Бұл жиынға қатысып отырған кісілерді айтып кетейін мен. Арнайы шақырған. Билер кеңесі төрағасы мен, сонысы мүшелеріміз Марқаш Мезенбаев, Майтен Ерекбаев, осында тұрғысы. Одан кейін Сарысу аудандық кеңесінің төрағасы Жұмаділдаев Жанат, қоғамдық кеңес төрағасының міндетін атқарушы Жақсыбек Дәулетбай, содан кейін Жаңатас қалалық билер кеңесінің төрағасы Сахрат Ырғызбаев, мүшелері Асылбек Қасымбек, Дариябек Сейілбек, Шәріпбек Қалжан қатысты. Одан бөлек қоғам белсенділер Қалмырза Жандарбек және кім қатысып отыр? Одан кейін қоғам белсендісі бүгін Нұржан Исмаханов қатысып отыр. Азаматтар қатысып отыр. Міндетін атқарушы Ахмет Шәдуәділер қатысып отыр. Толық айтылған кісілер қатысып отыр. Ал енді мынау арыз жазған 17 адамның қаншауы қатысып отыр? Қаншауы келді? Бәрі отыр ғой? Бәріңіз қатысып отырсыздар. Енді сіздердің жазған арыздарыңызда мына жерде өткенде қарадық қой. Айтқан тірліктеріңіздің көбі бұрынғы болып кеткен тірлік. Жаңадан қосуалар онша болмаған. Іштеңке осы арамызды не қылғаннан басқа жоқ дегендей әңгімелер басылды. Енді мынау прокурордың қаулысы. Сотқа дейінгі тергеп тексеру тоқтату туралы Жаңатас қаласы 2023 жыл 5 қазан дейді. Осындай не болған, сол бұрынғы тірлікке қарай бәрін қараған, тексерген, енді оны мен қаулысын ғана оқимын, басқа бәрін оқып жататын өздеріңіз білесіздер. Қаулысында жазады, Қазақ Республикасы 120 бабының 4 бөлімінен басталған сотқа дейінгі тергеп тексеру қылмыстық ісі Қазақ Республикасының 35 бабының 1 бөлімі 2 тармағына сай өндірістен тоқтатылды дейді. Осы қаулыны қадағалауды прокурорға жолдаймыз дейді. Қабылданған шешім туралы мүдделі тұлғаларға хабарлаумен қатар Қазақ Республикасы 106 бабының тәртібіне қаулыға сотқа шағым түсіруге құқысы бар екенін түсіндіреді. Жетісу бастығы Сарысу Ақтөбе тергеуінің полиция капитаны Отабек дейді. Бұл тірлікте жаңағы жігіттердің айтқан көтерген мәселесі бойынша өзінің жазасын алған екен, соның бәрін алып отырып, егер ол тоқтатылған қаулы. Сондықтан бұл мәселе туралы қайталай берудің еш керегі жоқ. Тоқтатылған нәрсені неге ол тоқтатылды десеңіз қайтадан сотқа бересіздер. Біз сот емеспіз, біз оны шеше алмаймыз. Ал енді біз өзімізге түскен нелер туралы өткенде қарадық біз. Бірақ жаңа айттым ғой, орын болмауына қарай оны тоқтатқанбыз. Енді бүгін бүкіл жалғыз алқабилерге ғана емес, ауданның жаңа қоғамдық кеңесінің бәріне жазғасыздар. Соны біз осы жерге бәрін алып келіп, жеке-жеке қарамай, бір жерде бәріміз отырып бас-басын бүкіл қоғамдықтың жаңа айттым, бәрінің мүшелері отырып, солардың алдында қайтадан қарауды дұрыс көрдік. Енді бірінші арыз жазған жақ, жаңа кім? Мына арыздарыңыз 2 парақ 17 адам қол қойған. Біз 6-12 сөзін жазған екенсіздер, біз оны бір қарадық та, ол жерде жаңағы не болмауына тоқтаттық біз 25-12 сөзін. Одан бері ыңғай келмей, бүгін енді осы сәлемді жасатып бердік, бүгін ыңғай келіп отыр. Негізі біздің бұнда келген мақсатымыз екі тарапта да арғай бірін-бірі бетін қызмат болмайтын нәрсеге олар жазып түрде бермесін деп татулыққа шақыруға келдік. Ымыра болсын.
өзі Ақтөбедей қазақ біріміздің біріміз алысып тартыса бермей, басқа да біздің тартысатын шетелдің жері көп, десі көп, азаматы бар, басқасы. Қазіргі қазақтың жағдайы Қазақстанда ең сорлы мүшәкір жағдай. Соған болып тағы біз өзімізді кеттен алып түсіп шауып жатсақ, бұл өте дұрыс пікір емес. Бұрын 100 жыл айтысу үшін. Ұлы жылының басында ауыл-ауылды жақсы нәрсемен аралаймыз ба деген едік, бірақ өкінішке қарай сіздердің аранызда осындай тірлікпен келіп отырмыз. Осы тірлікті тоқтатайық. Мысалы, әкесі өлгенді естіртеді дейді, или әкесінің тұқымын көшеді ғой. Біріңе-бірің жазғанның ішінде ешқандай артық сый алып бара жатқан дүние жоқ. Келісуге болады, ымыраға келуге болады. Баяғыда ағайындарымыз үлкен кісілер айтып келсе тоқтаған. Сондықтан енді қазір жаңағы жазған жігіттер не айтамыз дейді. Бірінші солар айтсын, айтайын тағы. Тыңдайық. Алып мысалы мен апарып жазған жоқпын. Сен мен қасымда тұрмай сен алып жатырмын. Хорошо. Бұны сайып өтейін, шүметтеріңіз бұл. Бұл ананы жазды, мынаны жазды, анау да жаман, мынау жаман, әкім жаман, анау жаман, жылқы түсіп жатыр. Осы ауылдың берекесін ашып жіберді да. Соңғы мен алғашқы ойлайтын бұл өзім құқымен жұмыс істеп жүрген ғой деп. Ананы естеймін, тендер бар, ода халықтар нелер бар, анау. Бұл жұмыс істесе, ананы бар, дұрыс емес, анау емес, мынау дұрыс емес. Халық ойлайды ғой, өтіп шығады, дұрыс, дақон дұрыс деп. Біз басында сөйтіп ойладық бұны. Bir gün қарасам, өзі анау, түріктен қарасаң анау, анадан әңгіме естейсің, ананы бетті 2 миллион апты, анадан болса 1 миллион апты, өзбекпен сөйлестім, ақша бердім дейді, дәлел қылып дейді, күнде бар. Біздің халықтың атын алып ұрып жүрді кәдімгі, анау өзің блогер болып та. Содан кейін жайлап келіп маған тексеріп мен алдан өтті бұның бар. Кім? Дакос сен анау сен мынаудан қой не? Мынандай бәлемді қой сен. Не деп өтіп болса айтсын өзі. Сен ана Ахан, кім Ахан, Сәкен дей берме, осы ауылдың азаматы бәрі ол. Оққан, тоққан азаматтар ғой, сен неғыласың ол деді ғой. Жеке басың тілің болса тиісті бар. Оны сонысын айтады. Сен мына жазғаның туралы айт. Жазғаның ішінде жаңағы анау жоқ. Жоқ, енді біз мынаны қазір қара бердік қой аға. Бұл сол дамыз шамал созып кеткенді, шамал тоқтатып қойды. Егер қажет болсаңыз оны қайтадан сотқа соттасаңыз, ол мен ешқандай отказ беріп қойып жоқпыз біз. Жоқ, мен саған айтып отырғаным жаңағы бұл кісіге деген мемлекеттің мысалы заңы бәрімізге бірдей емес пе? Дұрыс па? Кім? Құрметті халық. Дұрыс па? Мына кісіге берген не құқық бәрімізге бірдей берілген. Мысалы, мен мына ұрып соқсам, мүгедектігіне қазір болмайды, заңға қайшы нәрсе істеген боламын. Мысалы, енді айтсам түсінбейді. Осы ауылында берекесін апты ғой, айтыңыздаршы, берекесін апты ғой. Не, мынадан басқа адамда не? Құқық жоқ па, болмаса заң жоқ па? Заң осыған жазылған ба не? Басында істейді ана, неге бар, анаған бар, мынаған бар, бәрі халық көріп отыр ғой кімнің кім екен. Мына аға, Серік аға, сіздер мына жерде жат адамдар бар, көбісі білмейді мынаны мысалға. Бұл жеті класс бітірген. Мынау үшін жеті класс бітірген. Мен мынаны көргендер қашып жүр бұл. Ұрлық істейді, қашады, ұрлық істейді. Бұны халықтар біледі ғой, көріп отыр ғой. Бұл бізге бұл жоқ, бізге үлгі айтатын адам емес пе мысалға? Сен мына арызың туралы айт. Мен арызымен сол жаздым, мен жарайды жазылмаған. Бұндағы жазылғанын өткен 10 жыл болған оған несін алып келді. Аға оны алған жоқ ол. Бағдат, ана арыз туралы айтып отырмын. Алда оқып сол арыз. Оқып берсе дұрыс оқып. Әр пунктты оқып бер аға. Әр пунктты талқылайық та әр пунктты оқып бер аға. Іштегім жоқ оның. Ішкеміз дәлел жоқ, мен бұған дәлелсеген адам емеспін ғой, мен бұл бөтелеміз осы алдын бара солай. Әр пунктты. Жоқ, қараңызшы жігіттер көпшілік қараңызшы, алдан өтіп бар ғой, мен егер өтпесем, бұл маған айтады да сен мен өмірін қозғайсың дейді да ма. Ал бұл біреудің тағдырын, біреудің несін айыбын айтқанда өзіне білмейді да бұл, ананы алды сындырады, мынаны апсыз, қазір ауылдың балалары жастар қашады. Бәке ойбай не болып қалды десем, камерамен тұрады дейді, полный камера, лишний сөз заңға барады дейсің. Ал заң осының әңгімесін қарайды қазір. Мысалы мен бір шапалақ бердім да, мені қамап тастайды деді. Мысалы, Серік аға, әлі өзіңіз болдыңыз. Мен осы ұрамайды деп отырсыз ба, мен күшім жетпейді деп отырсыз ба, мен басым жарымға байыстан бірақ шықтым да, сіз не шара қолдандыңыз мысалға? Іштегі деген сіз ғой бардым. Жаттым мысалға мен. Енді қойыңыз екінші жоқ, шымен ғой да. Қазір халықтың мазасына бітті ғой мысалы, ол дұрыс емес қой, дұрыс емес. Әкесін білеміз, шешесін білеміз. Мен сыйластым оның әкесімен. Мен мысалы спорт жолында көп жасқа апарған кісі бұның әкесі. Жақсы адамдар ғой, мысалы ағасының досым болды. Мен жүрді ана. Енді мен мынаған біз ел азамат ретінде үлкен аға ретінде айта алмаймыз ғой мынаған. Біз айтуға құқығымыз жоқ па не? Барсам ойпай барма.
қамап жібереді дейді. Сонда мына заң сот осыған ма жазған ма дейді сот заң? Оқып берсінші ауызға. Несі оқысын ол? Кәдімгі баяғы істеген ісі. Мына жердегі жиналысты жүргізіп жатқан адамға бағыну керек. Мен уже эмоция беріп жатырмын, өйткені мен уже шаршап кеттім. Алқа билер төрағасы Аппазовқа арыз. Біз арыз жазып отырған бір топ Түркістан ауылының тұрғындары себебі төмендегіше. Осы соңғы 3-4 жыл көлемінде ауылымыздан өтірік халық жанашыры болып Ескендір Тұрысбеков деген адам шықты. Әлеуметтік желілерді қойып Жамбыл облысының әкіміне жазбаша арыз жазуға шықты. Сонда жазып жатқаны шындық болса мақұл. Жақтым жала, жақтым түйе болып жатыр. Сондағы мақсаты ауыл, аудан басқарған ауыл азаматтарының үстінен жазбайтын өтірік нәрсесі көп. Сөйтіп көп көлемде басшылардан бюджет қаржысына құрылыс соғып жатқан мердігер азаматтардан ақша болып салады. Бұл Ескендір туралы жалпы түсінік бере кетсек, орта мектеп толық аяқтамай жас кезінен қисық жолға түскен. 97 жылы Түркістан ауылдық тұрғыны марқұм Берік Есенбектің 10 жасар баласы Есенбек Мақсат Берігін иесіз мал фермасына апарып аяусыз зорлаған. Сөйтіп ауылдан қашып кеткен. Зорланған баланың әке-шешесі Берік пен Талшан момын жандар еді. Сол кездегі ауыл қариялары ертіп барып кешірім сұрап айыбын төлеген. Тұрысбектің әкесі ыстап кешіріп жабулы қазан жабулы күйінде қалдырған. Мүмкін даурық тұрып шулата беруге де балалардың мазақ болуынан тартынған, оған куә болатын ол кездегі кешірімге барған ауыл қариялар бұл күні барлығы қайтыс болып кеткен. Бұл жағдай жас баланың психикасына қатты әсер етіп, ол бала құрдастарымен ойнай алмай мазақтайды деп, содан кейін әке-шешесі балаларының болашағын ойлап Тараздың қасындағы ас ауылына көшіп кетті. Болашағы бүлінген баланың жағдайын кім ойлайды? Бұл Ескендір енді бұдан кейін бірнеше рет мал ұрлауға қатысып 2 рет сотталып шықты. Осының күйінен анасы Сармолдаева ұл бала бәлен жылдардан бері мүгедек. Бұл қарғыс атқан адамның үйінде ауылда ешкім кіріп шықпайды. Түрмеден босанған соң көлікпен келе жатып жол апатына ұшырап абайсызда кінә болған қарсы көлік жүргізушісімен мүгедек еттім деп аямай шығынға ұшыратты. Ол жігіттің әкесі төлейтін түгі қалмай тас кедейге айналып ақырында қан қысымынан қайтыс болды. Содан бері екінші топтағы мүгедекпін деп 2 балда қасынып алып істемеген бәлесі жазбаған арызы қалмаған. Ауыл тұрғыны Сәуленбаев Мұхиттың атынан да өтірік айтып несие алған. Оны төлемей сорлатуда. Телевизордан берілген астарлы ақиқат бағдарламасына Сарысу ауданының дәрігерлері әйелімді емдемей жатыр, әйелімді жоғалып кетті деп байбалам саған. Қалай масқара болған сол бағдарлама телевизордың архивінде сақтаулы. Содан көріңіздер. Бұл Ескендірдің ел бүлдіріп қоймай жатқан осы жағдайда ауыл азаматы әлеуметтік желіге қойса деп жазып еді, болмады. Одан соң әлеуметтік желі жас баланы зорлады деп жазып еді, Ескендір аузын тігіп айранда үйіп отқан ауылымызға әлемге масқара етті. Сондағы жазатын түгел өтірік. Бұл баланы зорлаған туралы дәлел жоқ деп қарамауда. Бәлеқор адамның өтірік жазғаны тыңдалады. Зорланып жәбір көрген адамның арызы қаралмайды. Қылмысына сай жаза тартуға ықпал етуіңізді сұраймыз. Аудан тарапынан шешілмей берсе, облысқа республика шартын ескертеміз деп 17 адам қол қойған. Арыздың жалпы мәтіні осындай. Өздеріңізді оқып таныстыңыз. Заң орындары анықтады. Мен кінәлі болсам, рас ұрлығымды жасасам, ол үшін жазамды өтеп бердім. Басқа айтып отқандардың бәрі лақап. Егер дәлелі болса, мен қарсы емеспін жазамды өтеуге. Егер дәлелдеп беретін болса. Енді бұл жерде айтатын менің мәселем, қазіргі таңда жаңағы жолы бар, басқасы бар, алды деп атыр ғой, ақша алып келсін дәлелін. Одан да қашпайды. Қандай айып тақса да мен жазамды өтеуге дайынмын, 100%. Ал менің көтерген нәрселерім бүкіл әлеуметтік желіде тұр. Егер өтірік болады, тоқтапады. Сен мен тыңдадың ғой. Сен тыңдайын. Ал ендігі қазіргі таңда осы нәрсені бұның артында менің айтатын ауданның әкімі мен Ақын Шортанбаев бар. Ол өтірік емес. Мен мені Бағдат айтып тұр, ешқандай еш нәрсем жоқ деп. Менің де бұның алдынан кесіп өткен күнім болмаған, ешқашан. Былтыр 6 майдан басталды бұл тірлік. Мен сіздерге айтсам, 6 май күні келіп Қоқан Лоққы жасаған. Сондағы айтқаны, сен Дегрес халқының 40 адамын алып, менің жерімді алайын деп отыр екенсің. Дегрес халқының Әшір Бүртікбаевтың жерінде не қатысы бар? Өздеріңіз ойлаңыз.
оған қол жинап мен біреудің жерінде нем бар? Осы уақытқа шейін пайдаланып келген пайдалана берсін. Одан менің ешқандай қатысым жоқ. Бірақ осы нәрсені қойып қойды деп отыр. Міне. Түгел заң аясынан ешкім қашып кетпейді ғой. Тексерді. Бұны бас прокуратура қарады. Ішкі істер министрі қарады, бақылауына алып тұр. Мен әлде де қашпаймын. Сотқа да берсін. Кім шал уақытша тергеп тұрады. Жоқта. Енді айтып отырмын ғой, беріңдер, қашпаймын. Ал енді бұның артында тұр деген себебім жаңағы айтып отырмын, Бағдатта ешқандай арақатынасымызда еш нәрсе болмаған 6 майға шейін. 6 майдан бері қарай келеді. Бұл бір кісінің аудан әкімімен мына құрдасы туысқаны соның тікелей көсеуі болған, шынын айтқанда. Бірақ көсеуден де адамның қолы күйетінін түсініп жүрген жоқ. Сөздің ашығы. Ал мен өтірік айтсам, мен бүкіл әлеуметтік желіні ашыңыздар. Біреуі дәлелсіз болса, дайын. Любой жазаға. Әлеуметтік желіні мен оқыдым. Ол жерде алып баратын ештеңке жоқ. Жоқ, Қазір мен оны не қыламын туралы. Мен оқыдым, әтей оқыдым, ана бір кісі тастапты маған. Оқыдым. Алға енді не қыла берсін. Кеңістер. Ана кісі ана, анемге баланың анасы. Ана кісі. Ана. Зорлан қалады. Яна жиналып жатқан көпшілік қауымдастарына сәлем. Ескендір так өйтеміз білмеймін ше осы. Осы баланы көргім дегенде ше шындап келгенде мына жүрегім ауырады ше осы біз жүрек ауырған 13-мізбен жүрек ауырған мына бала ше. Мына бала істейтін тоқта сен тоқта. Мен естіп келіп отырмын, өзім естіп, именно өзім. Ешкімнен естіген жоқпын. Естіп келіп отырмын саған ше. Мен сендікті вообще көрмеймін деп өзім не беріп едім, ант беріп едім ше. Алла тағалама білмеймін көруге тура келіп тұр сен ше. Сен қасиетсіз, сен мен балама бетіне шіркеу қылып, соншама мейлі ғой сен жас шығарсың, жас болсаң да сонда да менің кішкентай 9 жасар баламды ойыңа келгенді істеп, ұятсыз қашып кеттің сен кейіннен, білдің ба? Сен әке шешеңді сыйлап мен кешірім берген төгеді ше. Бірақ мен үйдің жанында врачқа да апарған баламды, милицияға да жазған болуым керек, мен ұмытып та қалдым мен ше. Одан бері қанша өтіп кетті. Сен бар ғой, ұятсыз, қара бет елдің алдында қалай сөйлейсің сен? Қалай сөйлейсің, иә? Алла жазаңды берсін сенің. Балақшаға өсіріп отырсың ғой, сен де мен сияқты ертең ата боласың. Сенің де басына келтіріп, сол кезде сенің де жүрегіңді ауыртсын Алла тағала. Бір Аллаға салам сені, түсіндің ба? Ұятсыз. Қолыңмен көтердің ба? Мойныңмен көтер. Қолыңмен істедің ба? Мойныңмен көтеруге сен міндеттісің сен бала. Сен дәлелдеген. Жоқ, дәлелдегенде сен болған нәрсе ғой, болған оқиға көтеріледі. Болмаған өтірік ел бар ғой, біреуге жаза жатпайды. Мен саған өштен жоқ қой жаза жаратындай. Сізде тоқтаңыз. Қойып деген қолымен көтерсін. Инстаграмда қаншама қайбат сөйлейді. Рас, бүкіл ауыл біледі. Маған жазды, лайк жазса жаза берсін. Бұл ұры, қары, 9-шы класста көшіп кеткен. Әкесі, шешесі инвалид. Бұны көтеру керек. Болмайды. Халқын қаншама сөйлейсің. Болмайды. Мен басқа ұлығын істеген. Осы бала үшін басқа жасаса уақытында жасаған тірліктер уақытында көрген жер түсіреді постановлениесі ғой. Оның бәрінің несін алған. Одан кейінгі тірлікті біз соттасамыз болды. Мен Оспанов айтқан баласын танитын болсаңыздар, мен осы Жаңатаста жастайымнан қызметпен айналсам, қанша уақыт болды. Әкемді білесіздер, біреуден біреу ала жүрген ақтаған емес, ақшасын біреуден алған емес, жеп болған емес. Мен сол тәрбиемен келедім. Қанша еңбегім бар, жансыз істеп жатырмын. Бір жұмыс алып, Ескендір жазып, мазамды алды, ең бірінші 8 миллион ақша сұрады менен. Мен сөйттім де, Мейрамхан жоқ қой, мына жерде бәрін айтуға тура келіп тұр. Сөйтіп кім таниды бұны? Естігім бар, танымай Мейрамхан келді, Мейрамхан жақсы екен деді. Мейрамханға келдім. Сөйтіп Мейрамхан бұны шақыртты, үйінде отырып шай ішіп сөйлестік. 3 күн жалындым осыған келіп. Ақыры аяғы 2 миллионға түсірдім. 2 миллионмен алып, Мейрамхан арқылы бер деді. Мейрамхан сөйтіп аяғында 250 тағы қосып кетті. 2 миллион 250 алды. Екеуміз қол алыстық. Бұл мен саған тыныштық қойдым, бірақ сонда да қолымды алып тұрып, астына барып жазып, мен әбден мазамды алды. Бышын шығып. Бұл қазір айтты ғой, берген ақша айтсын, не ақсын. Міне мен өтірік айтсам, мен
тұқым білмеймін бір не болсын мен құран кітап ұстап айта аламын. алла жігін аттаған емеспін. Любой ақсақал кісілер мені білесіздер ғой қалай жұмыс істейтінін. Артығымен істеп беремін. Мен мойындамайды ғой қазір. Мойындамайды. Дәлел болса айтып отыр. Бәрі бұл сондайға жүрмеді. Дәлел керек Алла бар. Дұрыс енді. Мен басын естімей қалдым. Не үшін сұрады дедің ақшаны? Сен жұмыс істеп жатқан, сен тыныштық бермеймін, бірақ бәрібір де келіп мен тексеріп жұмыс мана тексеру болады ғой. Ол істеп болғаннан кейін и кадрда прокуратура, кейін полиция бәрі тексереді ғой, өкіметтің ақшасы. Бұл яғни мен өкіметтің ақшасын жеп қоятын сияқты. Қазір бір соның өкіметтің ақшасын жей алмайсыздар ғой қазір? Жоқ, Серік аға мен түсіндіріп айтайын. Бұл мәселе бізде ауданда бір көзден деген нәрсе шықты. Жоқ, хорошо, сондай кінада егер бұл таза болса доказательство бару керек, ақша менен алмау керек, несие қолымда алып Мен не үшін саған Сен алдың ғой. бұл жерде ақша алмай Кім? Сен. мен Не дейді? Тыңдашы, қара, қарашы. Сен тыңдашы. мынау енді сол арыздың ішінде Сұлтанбек Арқат деген бар. Өздеріңіз білесіздер, әлемнің баласы. Айналайын қалып тоқтатсаңдар, сол неге тоқтатпайсыңдар ол жолын? Күні кеше Жанбаев Дәулеттің 20 жылғы сынағы әлі қарыз болып көтінен ағып жатыр ғой. Яп сол тоқтатпайсыңдар ағайын кесіп. Ағайынды екеуің. Ал дәлел міне, таза дәлел. Тұр, неғып тұр? Түсінші, дақор, сен бетіңе бар ғой, ешкім бақпын ғой, жаңағыдай бас сөз айтпайды. Сен дақор, түсінші мені. Просто сен бар ғой, ошибка істедің, мен түсінемін оны. Мен сен алдан өттім ғой. Тыңдашы. Мен ошибка емес, мен шындық. Сен шындығын, міне, әңгіме сол шындық, сен алдыңа әкім барады кешірім сұрап, қой деп ше, ардагерлер барып кешірім сұрап, қой. Сен кімсің айтшыны? Мысалы, сен бар ғой, үлгі тұтатын, тылан бар ғой, мысалы, ел таңғалатын ше, дұрыс қой ма? Сен өзің білесің ғой кім екеніңді. Мен сен кедейге жеттім жаңа. Тоқта, біріншіден, қазір балам 20 күн болды сабаққа бармаған. Себебі сен кінәлісің, тікелей. Түсінің ба, тыңда мені жақсылап. Одан кейін, Аллаға шүкір, сен бауырдың қасиетін, баланың қасиетін білмейсің. Өйткені өзіңде тыңдашы. Мен айтып деймін. Сен бір кестім, сен айтатын білем ғой. Тыңдашы, мен айтайын. Сөз бастан мен ғой. Тыңдашы. Сен бар ғой, балаңда анандай айтты, физикка жазды. Мен физикка сен ғой, мен сен Исаға берген жоқпын ғой. Осы мәселені көтерген сен ғой жүріп барған, айтшы деймін. Кім бар айтып мен бердім осыны? Мен физикка жаздым, бұл физикка жазады. Шығар лағы жоқ, жері бар, мүсәпір, сен өзің. Ал, оны қозғамайды, өкімет бар ғой, үндемейді, ал мынаған бардым, ертесен жетіп барса айтты темір, мен алып бардым ғой сен. Мен Миса бардым, Миса менен сұрады өкімет, сен мына өстіп айтасың дейді да, мен айтамын да, бұл пікір жазады. Мысалы, көкем болса, көкем бір мына. Мен оны айтып жатырмын да, мысалы, баласын оқытты, ана пәленбай жыл оқытты баласын 10 жыл. Мысалы, прокуратураны оқытты, ол оқып жетілді да, енді баласы жұмыс істеп жатыр да. Анан жеп қойған, аман жеп қойған, сен кімсің айтшы? Жеп қойған, жемсең өкімет бар ғой, қарап налог төлеп отырып қой. Сен өкіметке неге айтпайды? Мен саған айтайын, міне ақанның қызметін асыра пайдаланғаны күні кеше ғана. Сен тыңдашы. Тыңдаса, кеше жеген, тоқта, ақанды неге қоспай? Неге қоспай? Тоқта, тыңда. Біреудің сағат жесір келіншектің әйелінің сағатына жазып берген. Қапқа сұстан тұрмас дейді, біреудің әйел. Сылтау емес, дәлелі бар, тыңда. Дәлел бар. Астарлы ақиқатқа жексін болған Қазақстанға бұлдай қара бетпен сөйлесудің не стоит, жүріп кеттік. Не қыласыздар бұлдай? Бұны тыңдап отқан адамды ақымақ. Бұлдай педофил, рұқсат болса тұрайын. Сотталып кетейін. Рұқсат бар. Рас, қалай ұялмай киеміз. Мен кимесем бәрі шығарып алдым, алқабилерге беремін, көріп танысыңыздар міне. Оны кім жазған білмейміз, белгісіз болған. Инім білет, адресін білет, телефон нөмірін білет, бәрін жазып жібереді. Мен балам атынан да жазған ғой. Ана кісінің баласының атынан жазған болсын, 3-4 адамның атынан саған сені қолдап хат жазып жатыр. Ахмет жазған адам, басқа не айтамын? Бұны біз шешпейміз, бұны жоғарыға шешерінде. Бұны достастыру үшін болса, бір-бірімізден кезетін болса, өзі Ақтөбедегі кішкене ауылымыз, не ұстамыз?
Kesin кетіспейсен бұлағайда. Сол жинағымыз бар. Ажырғаннан табай бұл атымызда күнде шақырмазан болады. Міне, кеше ана мысалы қайта жазып ма адамда отыр. Қазір қарапты қол етеміз. Соны ойласаңыз, соны жеткізді. Кім жазды бұны үстімізден? Біздің аты жөнінде жазылар әңгілепті. Жоқ, енді мақұл сұрақ. Қордайдан бізді осы Түркістан совхозын кім таниды? Соны айтыңдар, мен енімді Неге сол айтқандар? сұрадым жерімді. Түгел мен ақаны өзгеп, бәрі оның қалын келіп қойды. Міне күнде Ауылдан біреу бар, значит, ауылдан біреу біреу бар. Неге қоймыз? Біз соны қуанып айтамыз деді. Бәріміз осы айтқан әңгімені. Мен действительно жаңағы мына кімнің немесінде ана кім Дүйсенбек аға жіберді маған. Мен қарап шықтым мына кімнен. Ол жерде алып бара жатқан мен ескендер таңғалғаным, тек қана Сәкенге қарсы шабуыл жасай берген әкімшілікке қарай жаңағы. Енді мен қатты түсінгенім, енді біреудің айдауы сықы болып көрінді маған. Бұл жаңағы салат біреудің малы Сәкен түсіп кетеді, біреудің немесіне бидайына. Сөйтеді оны жаңағы Сәкен үстінен жазады, бірақ бір жерде ана мен былай сұрастырдым. Сол кісілер Сәкен үстінен өздері жазды ма? Жоқ. Көрдіңіз бе? Болмаса бұл кісінің жазатын анау қарына жол тазаланбай қалды дейді. Мен әне Астанада болдым, сіздер қызға айтайын. 11 күні жаудың, 22-сі күні көшелердің кейбірін тазалады, кейбірін тазалағанда жоқ. Көрдіңіздер ме? Ал бұл болмайтын көпірдің астында шұңқырлайды. Мен айтым, мынау тіке біреудің айдауымен бәлез деген адам ғой дедім мен. Шын айтайын. Түсінген ескендір, сенің бір жаман жерің, мен бұрын ойлаушым, сен халыққа жаңа шетін азамат деп. Сөйтсем сен бара қарап отырып, зерттеп қарадың, бір жерде бір халыққа жақсылық жасаған жерің болмапты әлі. Тек қана сен өз қара басыңда. Ақыры жаңа дұрыс айтасың. Майкел бар кім жаңа кім? Ғанидан ақыр қылмысын көрдің ба? Неге аяғына киім жеткізбе? Неге оны ақша аласың? Сен алаяқтың ғой уже. Уже сені қорқап көресің. Сен халықтың қамын ойлаушы емессің. Бір тиын алдың ба уже сен уже кеткен адамсың уже. Алаяқ дейді. Тоқта, сөйлеген айтайын. Өткенде мен ана әншілікке барып қалдым, сөйтсем сол жерде бір кісі оның атын қазір өз болмағаннан кейін атамай ақ қойдым. Ол да айтады, керекті бір бәле болды, осыға шама келетін адам бар дейді, бізді қорқытады дейді. Амал жоқ, бір нәрсе беріп құтыламыз дейді. Тура өстіп айтады, өзіңізге кездестіремін мен оны, керек болса. Міне, бұл сізге өзің білесің, баяғыда Бағила деген главврач болды. Байқұстың итін шығарып жібердің ғой сен. Сонда өзіне мен жолығып айттым, қойсайшы, мынау ұят болады анамдар. Ал өзің барыңда сонымен неден бірақ теледидардан шықтың. Бүкіл Қазақстанға Сарысуды былайша айтқанда жаман дәрежеге жеткізді ғой, өтірік емес. Сен наоборот сол жерде наоборот міне сен осы жаңа мойындамайтын әдетің сен. Жаңа келінді апарып ұрлап апарасың. Ойға өзің. Ой жерде анерде әдемілеп тұрып халқыңды әңгімені айтасың, жақсылап тұрып, жырғып. Сөйтесің орақты өзің алып келесің. Бүкіл жаңа масқара болды ғой сол жерде мысалы. Енді ондайды қою керек. Сен мен ойланда бұл сен мынау сенде бұл мен былай зерттегенде мен бір нәрсеге түсінгенім, сенде бұл неме емес, ауру бұл саған. Сен оны өзің сезбейсің. Бұл ауру уже саған. Бұл анау басында мынау егер жаңағы ана кісінің егер айтқаны рас болса, ол жаман ауру. Мынау қазір бізде үш нәрсе кешірім жоқ. Педофилге кешірім жоқ. Түсінген жемқорлыққа, сол адам өлтіруге кешірім жоқ. Ал педофил не үшін кешірім жоқ педофилге? Өйткені ол осы ісін кейінде жалғастыру мүмкін екен. Ол ауру екен да, соны қауіптеніп оларды шығармауға заң үкім шығарып жатыр қазір. Көрдіңдер ме? Міне сол ол енді ана не қылмаған кейін сол бойындағы жаңа ауру келеді да, сен қысатта басқа бір нәрсеге өреңге салып жібереді. Сен барасың сол амал жоқ. Біреудің үстінен жаңағы жазасың, или біреу не қыласың. Ақыры істеген адам, адал адам, таза адам, халыққа жаны шанарын бар ғой. Ешқандай ақшаға жол бермейді. Аяғына шейін өзіңе мықты азаматсың ба? Мына кісіні ұстады, мына кісіні істеді ма қылмыс? Алда дәлелдеді, елге көрсетті міне. Ол уақытта халықтың бәрі сен жағында болады. Ал болмаса құйрықты қысу керек та, қоятын жерде қою керек болды. Жедел жерге жеттің ғой. Енді халықтың мына тем более мына ұрлық деген жақсы емес. Мына өзің отырғаннан жетсің ғой. Мына бүйтеді. Мына өз семьясына тиген, ана қата дейміз, соны тигенді криса дейді, өзің білесің, иә? Өз ауылыңа тиіссең, тағы сен крисасың ғой. Енді өз ауылың егер осындай халық сені ұнатпай тұрса, сен кішкене ойлану керек, бері көшіп кетуің керек қой, ауданнан көшіп кетуің керек. Сенің қателігің, біз ата-ана баланы тәрбиелеуіміз керек. Біз ата-ана қалай болса, ертең бала солай болады. Сен ана 6 балаңды ойнаса, ертең ол балалар сен қандай дәрежеге жеткізесің, сенен қандай үлгі алады. Кішкене ойланса, сен өзің емес, балаларың үшін өмір сүрсе,
қойсайын жетеді ғой уже болды ғой. Енді мен жаңа бағанадан бері мен айттым ғой, мен кішкене сені зерттегеннен айтып тұрмын, зерттемесем бұны айтпас едім шамай. Ал енді жаңағы мен ойладым, мен мынау жалған қой деп отырсам, жаңа ана кісінің сөйлеп тұрған, шырылдап тұрған өзін естіп отырдым, өзін төмен қарап отырдым, жасыратын жоқ. Ал анау дұрыс мен риза болып отырмын, жаңағы Қаниді Мұрат Қани шыққанда тағы амалсыз жүр көрдің бе? Сізбен өткен ана кісіге, ана Бағиланы өзім білемін, оны қандай шырылдатқаныңды. Мен бәрі сізге анау немені жаңағы теледидарға көріп отырмын. Бұның бәрі дәлелді нәрсе ғой екен. Енді сондықтан да елей болмаса былай қойып осы жерде елдің алдына халықтан кешірім сұрап алдына жығылу керек. Болмаса амал жағаға хаттамаға әрқайсысын жазыңыз, әрқайсысын сөйтіңіз де толтырыңыз да сотқа тастаңыз, болды әрқай шешімді өзі шығарады. Жаңағы дәлелдей ма? Ананы өйткені мүмкін кім біледі, жаңа бұл кісі ана мен ойлап тұрмын. Мынау сізге шағынғандығын, мынау сіздерге шағынғандығы, мынау мені кеш қалдырғаннан не қылғаннан кейін уақыты өтіп кетті деп жаңағы жазғаннан кейін бұл кісілер қайтып шағынданып тұр сіздерге. Мынаны шоңсы әділдікке жеті жүріп қозғап берсін дегендей қылып. Сондықтан да бұны жаңағы егер нақсы сын адамын десек, мынаны сотқа жібергізу керек, жазып, әрі зерттесін олар. Түсінген, дәлелдеп жатса өз жауабын алады. Ал дәлелдемесе ол басқа бөлім. Негізі біздің негізі қоғамдық ұйымдардың беті сол алқабилдің міндеті аға. Дәлел болса, қашпай. Қандай болсын, майтоны болсын, басқасы болсын, мен одан тазамын. Енді жаңағы айтқаныңыз, мен арнайы осы Қарашөкеев келгенде жаздым, менде ол кісінің берген жауабы тұр. Мәдениет үйіне 100 метр айыппұл салынғаны туралы. До конца бардым оған. Дәлел облыс әкімшілігі маған жауап берді. Мені Роза Калентиеваға 100 метр айыппұл салды. Өйткені бір көзден алғаны дәлелденді де. Ендігі жаңағы сіз айтып жатсыз, Бағила рас келіншегіме өтірік диагноз қойды. Ол өтірік емес, Құдай қадайы. Ең соңғы нәрсе Астанаға президент әкімшілігінің аппаратының несіне бардым ғой, бәнсасына. Сол кезде бар нақты диагноз қойылды. Ол қағазда. Ол туралы жақтарында бәрі түгел анықталған. Міне. Ал енді мені ауылдан көшіп кетпеуім ол өзі қылмыстың құрамы болса қозғалады ғой. Кәні дәлел, кәні мені дәлел Сен ешкім көшіре алмайды. Сені көшіреді тек соттың үкімімен. Секе, Аппазов мырза, сіздің төрағалық етуіңізбен би отырысы өтіп жатыр. Мынау әрбір сөйлеген кісінің сөзі қаттамаға түссін, сонымен сіз заңға тапсырыңыз оны. Бұл мен білмеймін дейді. Жаңа шырылдап жылап тұрған екі әйел кісінің сөзі міндетті түрде ену керек. Қоғам белсенділері қауымдастығының сөзі ену керек. Менің сөзім ену керек, сөйлеген кісінің бәрінің сөзі қаттамаға түсу керек. Сөйтіп, егер де осы жерде жаңағы шатастық, кешіріңіздер деп мәмілеге келсе, нұр үстіне нұр. Жоқ, болмайды десе, заң арқылы шешілу керек болды бұл. Заңға беру керек. Бұл мен білмеймін дейді. Анау Қани шырылдап тұр. Бәле мұңды мақша берім деп. Неге сол уақытта кінәсін көрсетіп соттап жібермеді оны шырылдатып. Ана екі әйел шырылдап жылап тұр. Ол екі әйел өтірік айта ма? Айтпайды ол екі әйел. Давайте бұл қаттамаға толтырыңыз деп, барлық адам сөз түссін қаттамаға. Сөйтіп заңға берілу болды. Мынандайды, жәке, басқа деп жатыр ғой. Дұрыс. Егер мен бәлеқор болсам, тура осы жерде 4 адамды соттатып жіберетін. Осы залда 21-ші жылы. Жәке, сіз болдыңыз. Өзіңіз жиналыста болдыңыз ғой. Прокурор келді. Ал ел ағаларын осы жердегі 4 бала сабаған тұғын. Қан жосасын шығарды. Менің үйімнің артында. Сол кезде міне жәкем тұр, Дәуіт жәкем тұр. Бәрі айтты, қойайықнан. Міне нақс айтты. Арызды жазған кім? Сол кісі қойса болды қой деді. Жәке, өтірік айтыңызшы. Болды қойдым деді. Егер бәлеқор болсам, менің ауылдан аламай жүрген өшім болса, сол төртеуін соттатып жіберетін. Егер мен бәлеқор болсам, міне 21-ші жылы ұмытпасам 28 декабрь болу керек, егер ұмытпасам. Міне, ноябрь, 28 ноябрь болу керек тұғын. Мен өткенде алдарыңызға да бардым. Көрдіңіздер ғой қалеке. Сөзге тоқтамайтын қазақ жоқ деді. Дұрыс па?
Жоқ, сол жерде мен до конца келдім, мен соттасам, мен үйтем деп айттым ба? Еш нәрсе деген жоқ. Сөзге тоқтамайтын қазақ болмайды. Енді тоқтатуға сіздер мүмкіндік беріп жатсыздар ма, қарасаңыздар? Мен шатасқан шығармын. Мен шатасқан жоқпын. Мен шатасқан жоқпын. Мен дәлелде дейсің. Мен осы жерде қалады бәрі де. Тоқтатамыз деп. Жақан бей отыр. Тағы айтатын осы ауылда ауыл қариялары, ауыл жігіттері болып, осындай мәселе жөнінде біз өзіміз жиындасып, бір мал сой, мешітті құран оқытып, осы дүниеде өткен кісілерге артынан жиын жасағанбыз. Такой сен қатыстың оған. Сол жерде осындай мәселені ақсақалдар айтып, бұндай тойындар, тату болыңдар, ауылдың ауызбіршілігі болсын деді да, соны ең соңына мен айттым. Естідің сен? Ауылдағы нәрсенің бәрін ауыл ақсақалы бар, қоғамдық кеңес бар. Осы жерде шешейік. Титтей нәрсеге өшкенмен қағаздан шақлай бермейік деді. Сонымен мақұл сол жерде бәрі келісіп кеткен. Одан бері дафо жаңа Facebook дегенге жазып жатсың ғой. Ақан бірдеңе істеп қойды, ақан үстіне жазатын сәкенді көрсетіп жатыр. Сәкен жеке саған бірдеңе істеді ме? Мен сәкенде ешқандай арамызда жоқ, сен енді сәкен басқарып жатыр, айтып жатыр. Сәкен келіп біреуімізге бірдеңе деген емес. Осы ауылда көз алдымызда өсті ол жігіт. Кішкентайынан бір несін естіген емес. Ауданда бірден барып бір көкесінің арқасында бар әкім болып топ етіп отыра салған жоқ. Бәленбай қызметті істеп барды. Мынау ақсақалдардың бәрі біледі. Қалай жұмыс істеп жатқанын енді біз қасында жүрген жоқпыз оны. Бірақ енді әр нәрсеге неге сен сәкенді қоса бересің? Ондай әлсіз. Жоқ, қоя тұр. Сәкенді не болсын соған барып тықылай бересің? Анау ақан бірден. Ақан өзінің кінәсі бар ма? Сәкен кінәсі жоқ па? Жоқ болса, ақан кінәсі бар ма? Айт, егер кінәсі біз білмей жатқан кінәсі болса, біз саған қосылайық. Ал енді кінәсі, біз біліп жүрген кінәсін, оны өзіміз айтып жатыр, естіп жатқан шығарсың. Жер осы қазір ақан екенін мысқылмен тышқандаймыз. Көз тұр ғой, ауылдың бәрі біледі. Мен қазір әкімшілікке бас сұқпаймын. Айт, өзінің кінәсі болатын. Бірақ енді оған үшін біреуді тықпалаудың керегі жоқ қой ол екі ортада. Дұрыс. Енді мынау ауданнан Өте тамаша сөз. ақсақалдар келіп жатыр, үлкен кісілер. Осы нені мәселені шешіп берейік деп. Сол кісілердің айтуымен енді сіздер не шешілсіздер, солай болады. Бірақ енді кім дако сен қояды ғой мынауды. Бір ауылда тұрып, анау не дейді анау? Болар елдің жігіттері бірін-бірін қатын дейді, болмаса елдің жігіттері бірін-бірін қатын дейді, болар елдің жігіті бірін-бірін батыр дейді дегендей. Бір ауылдікіміз ғой бір. Сені ешкім берді бөліп, сен басқа атаның баласы деген емес қой. Сен осы уақытқа жүрдің. Саған дако сен бірдеңкесін, сен бірдеңке бар, біреу айтты ма саған? Ешкім айтқан жоқ. Өзімді біздің арамыздағы туысқанның арасында төбелес болып қалады. Бәріміз кешіріп жүрміз. Енді осы ауылдың бұрын біздің ауылдың аты шықты ма? Шыққан емес қой. Сен бүкіл неге танытып жүрсің? Қазақстан деді. Осы ауылда да шешіледі ғой, не мәселе бар? Ауылда шешілмеген нәрсені аудан ақсақалдар бар. Ауданнан шешуге болады. Тіке ана бір жаңа не? YouTube па не? Бірдеңкеге жаза бермейді. Бәрін ауылда шешуге болады. Сол мәселен осы мәселе, сол мен айтқаннан кейін басталды осы. Соны ортаға салған да осы жерде. Үлкен бар ақсақалдар, ауылдың азаматтары бар. Осы жерде шешетін. Кім кінәлі? Бағдат кінәлі ме түсу кезде саған барған, болмаса Аханбет. Сол жерде шешімін айтып, кім кінәлі кешірім сұрады, осы жерде татуласатын. Тіке аяққа жаза береді. Орынсыз ба менікі? Не мәселе болса ауылда шешуге болады ғой бәрі. Ескендірдің айтып жатқан төрт баласы деп жатқаны, ол енді бұл кім өзің білесің бе, ауылдың балдарында арасында кедергі болып тұрады. Бірақ қандаласын шығарып үйтті деп жау шаптырудың қажеті жоқ. Осы жерде бүкіл аудан жиналғанда төрт бала кешірім сұрағанда екі жігіт өздері келісім берген. Бас жарып қол сынған жоқ деді. Сен әлемде отырдың, мен бәрін соттатуым керек деді. Бірақ сол жерде начальник милициямен тағы бір кісі сізден сұрады. Сіздің қатысыңыз бар ма? Жоқ. Онда тиіс отырыңыз. Бүйтіп ауылдың арасында от салуға болмайды. Сен жаңағы балаңды айтса балама тиіс бересің. Өзімді айтса өзім қатты азамын, мен кінәм жоқ дейсің. Адам біріншіден кінәні өзіне іздейді. Құранда жазады, сен біреуді кінәламас бұрын өзіңнен іздедің. Бірлігімізді қашырмай, қайта ортаға бірлік
ынтымақ қылуымыз керек. Мынау ертең сен бұл жерде жаздың, айттың, үйттің, анау ұшырып жатыр, анау ұшырып жатыр. Ертең анау өсіп келе жатқан балдарға қиын. Сенің дымың кетпейді. Сен уже жасардың жасадың, ертең ана ұрпағыңа қиын. Ол жерде не дейді? Ертең балаң бар, немерең бар айтады, менің атам не істеді дейді. Сол кезде сен едіп жауап бересің. Сен ерніңді тіккенде мен аш қалмайды. Сен ары-бері шапқанда біреудің бір нәрсесі кетпейді. Қазір мынау жаңағы мұхит айтпақшы, бидай құрттың ғой дегендей. Мен мынау жаңа тасқа барып келу үшін аптасына 2 рет ойланып барып барам. Өйткені бензин керек, бензинге ақша керек. Мен сені ойлаймын, күнде Тараз, күнде Астана ақша жақын емес. Өзің мүгедексің, пенсия аласың, жұмыс істемейсің, ақша қайдан келеді? Ел болатын жағдай жаса. Бұл сен былай тартқанда, мен былай тартқанда, біз анау кәдімгі орыстың мысалындағы шаян, сазан, ақын боламызда қаламыз. Айтатын себебім, осы көктем айында ауылға мына жаңа ауылның участковый келеді. Сөйтеді, енді былайша айтқанда жағдай жоқ, жетім бала сондайлардың қораның арасында жатқан малына ысырап салады. 408-ші бапта қараусыз жатырды. Сосын о бала менен келіп сұрады, ағам қаншалықты заңды, мен сонда қорамның артынан мал салмаймын ба, қозылағымды енесін жібердім өріске деді. Сосын бұның заңдылығын білгің келсе, жүр онда прокурорға барайық дедім, аудандық прокурорға. Сөйтіп алып бардым. Бұл жерде жаңа Марат болды, Думан болды. Думан кіріп бара жатырмын, сосын тоқтадым, сүйерін сұрады. Кірген жоқ, есіктің аузында. Осындай жағдай болып жатыр. Мына кісіге 408 сақ кетіпті. Бірақ анау бір ауылдың шетінде, жолдың бойында жатса, қарсылығымыз жоқ деді. Сөйтіп тыңдарды да арызын алып, сотқа берейік, шешімді бұзайық, шақырайық, көрейік, сот арқылы деді. Сөйтті да анықтады. Ол нәрсе 408-ші бап қорада жатқаны дәлелденді де, ананың берген 5175 теңгесі өзіне қайтарды. Сөйтті да сот болып, участковыйға 55 мың штраф салды, сен заңсыз салдың деп. Сөйтті да ана кісі не істейсіз, тағы арғарай қудалайсыз ба деді, ол бала жоқ, әділдікке көзім жетті, болды деді. Сөйтіп жүргенде бір емес 3 мәрте Мамытовтың егіске түсті. Енді менің үйеде бар жазғаным, бәріңіз айттыңыздар ғой, заң бәрімізге ортақ деді. Сол сияқты неге сәкен төлемейді? Міне, мен жазғаным сол болды. Жатыр мал, айдап шыққан. Інісі Мамытов Мақсаттың алдына төрағасы салып та берген, міне, жылқышысын да беріп жіберген, мынаны айдап кетіп болды. Ол жерде басқа ешнәрсе жоқ мен жазған. Мен сонымен құртып жібер, сәкенді үйтіп жібер деген жоқ. Мен қашин заң бәрімізге ортақ бірдей болсын деді. Егіз кімдікі? Егіз Байбатчанікі ғой. Байбатча, вот сол жазу керек қой. Сен ортаға шеше тақырдан мынағаны сөйлегенде әдеміден бас келіп бардай çok сөйледі да. Әптен. Сені көріп отырмыз, байқап отырмыз, бүкіл емес. Сені қоштайтын өшел адамдар бар ма? Мен біреудің қоштауын жоқ, сені сөзін сөйлейтін, сенімен бірге арыз жазған. Жоқ, мен артыма адам жинаған емес. Жинамайды. Егер менің жазғаным өтірік болса жәкеді, онда мен заң жүзінде. Біздің осындай жағдайға келтіргеніміз біз кінәлі. Бұл емес, мен сіздерге айтайын. Біздің мына қариялар кінәліміз, билік кінәлі, осындайға жіберген. Басынан ұстау керек, басынан, не ғанақта. Мінекей айтылған нәрсені басынан бастап істегенде егерде ұтысты. Неге осындайға келді? Жаңа Молдекем оқыды 9 нәрсені. Менде де қатымда бар. Неге сондайға келдік? Бұрын айтып кеткен осындай болады деп. Сол бізде жүр қазір мінекей. Бұндайды, мына қариялар жиналып. Бар ма қариялар төрағасы? Жиналып 3-4 қария. Әділдікті білетін, шындықты айтатын, халық сыйлайтын, сондай адамдар сыйлау керек. Билік қойды, ана қойды деген болмайды. Ондай адамдар биліктің сөзін сөйлейді. Неғып сотқа бересінде сот қарамайды? Неге олай болды? Сот халық жағында болмай ма? Міне қарамайды тұрды. Мына қарап, неге олай болды? Неге сот қарамайды деп жоғары сот көрсетсем, жоғары сот тағы қарамайды, е? Міне, мына системада дұрыс емес.
Bizim tіршілігіміздің бәрі дұрыс емес. Жаңа айтып отыр жаңа тоқшықтан неме еді ол? Тоқшықтан Сәкенмен менің ағам екеуміз класстас болған. Көрісіп тұрған. Сол айтады дейді. Мен өлтірдім соны. Ол жерде үш-төрт жігіт мына өзенге кетіп тұратын кезде скорыймен не соғысқан жаңағы. Батыр деген. Ол енді әдейі істеген жоқ қой. Үйде отырып шешемді естіпті, қазір нерв кетіп отыр. Мен соғысқа келемін деп қойдым, ана бармай қойдым. Ол әдейі істеген жоқ қой. Екі адамды бірдей өлтірдім деп айтыпты. Ол әдейі істеген жоқ қой, олмен кетті ғой. Ол неге қозғайды? Өлген адам тыныштық өтейді. Дұрыс. Мен басқа ешқандай нем жоқ. Babası muhalif oldu. Babası әкеммен бірге жұмыс істеді. Жақсы көремін. Бірақ бір адаммен айқассаң, бір адаммен айқап, өлі адамға айқап. Оқысын төлемегені. Байбасша егер қудалаған болса, мынау менің екісімді таптады деп. Ол кезде заңды түрде төленеді ғой, ал біреудің айтқан сөзіне біреуден кеп барып біреу төлемейтін шығар ол. Қазір оның бәрінде заң бар ғой. Мен жылқы жөнінде айтып тұрмын да, одан кейін ол суретте енді бүйтіп қарасаңыз, ол егілген жер ма, егілген жер емес па, тек қара топырақ сүрген. Мысалы, одан кейін мен тағы да ауылға қатысты бір айтып өтейін қазір. Қазір мынандай нәрсе әдет болған. Ана бір екісінің шетінде мал жатса да айдап түсіріп жіберетке, суретке түсіріп, ананы егесіне беріп, содан шотал сұрайтын адамдар бар. Міне саған бәлен деген бәрін міне ұры түсті, мал түсті. Ондай сурет бола ма? Міне айтсын бүйтіп. Міне пәленше айдың мысалы 24-тің міне шілденің бірі сағат 12 міне мал жатыр. Сонда ол сөз дәлелді болады. Ал оны жаңағыдай біреуден біреуге шығарып пересланный түсіріп, оның екісінің бары да білінбейді ол жерде. Жоғы да білінбейді, қара топырақ. А егер Байбатша ағамыз оны мысалы бүйтіп қудалап, жаңағыдай мынау мал түсіпті, мына егесі кім штраф төле десе төленеді ғой. Бақташылар ғой. Басқа айтарым жоқ мен. Енді оның бұл жерге таға берудің қажеті жоқ. Бұл бұның өзіне дұрыс шығар, өзіне дұрыс шығар. Соны қазір айтып адамыз ғой, сен болып, біз болып, біраз адам бетіне айтты. Дәкөйен сенің басыңа барған шығар, баратын жеріңе. Жарема, доказать, показать, оның бәрін қой енді. Жоқ, айтылған нәрсені айтып отырмын мен. Жоқ, ол айта берсең, аныңшы көпті доказ, показ керек жоқ. Бұдан кейін бұдай нәрсені қой. Ауыл болып айтып отырып қой саған. Ұзын сөздің қысқасы ондайға енді барма. Болды айтатын. Аузымды тігіп жатқанда, осы жерде ауданда шешілсін деп жатқанда, жақан би жақын келді, қасында бір кісі болды. Ол өтірік емес. Одан кейін Дәуіт жекем келді ауылда. Басқа осы кісілердің біреуі келді ме маған? Сен не істеп жатсың? Дауың не? Ауылдың атын шығарып жатсың ғой деп. Біреуі келген жоқ. Не үшін келіп отыр? Өзімізді күнәріміз. Не үшін бару керек, не үшін келу керек? Жоқ, негізі деймін де қазір өйту керек еді, бүйту керек еді деп жатыр ғой. Одан кейін мен Астанаға кететін кезінде де өздеріңіз білесіз, сіздерге ішкі саясат прокурор бәріне берді арыз. Мен бала шағаммен отбасылық наразылыққа кетіп баратырмын. Себебі мынандай жағдай. Менің балдарым сабаққа барып жатқан жоқ. Өйткені видеомен көзін көрсетіп жатыр қыздарының деп. Жылап көзі деп айтты. Одан бүйір болмағаннан кейін облыс әкімшілігіне бардым. Облыс әкіміне айтайыншы, осы мен мынау тағы кетіп қалды демесіңдер. Сол жерде ДВД-ның да адамдары болды, бәрі болды. Леспек Леваев қабылдады. Қабылдайын деді, мен оған қабылдамайсың деді. Мен кірмеймін саған деді. Себеп деді. Елдің көзінше айттым. Мен
лауазымыңыз болып тұрып ауданға келген кезде мен Нұржан Есмахан 2 адам қабылданған ол келген кезде. Сол кезде айтқан, мен мынандай наразылық жасап жатырмын, мен аузымды тігем деген кезде, сен тіге бер деген маған. Мәселені шешуге атсалысқан жоқ, Левай. Сен тіге бер деді. Міне. Қара шөкей қабылданмағаннан кейін мен Астанаға жолға шықтым. Өздеріңіз отырып. Еркектер балаларың не үшін бармай жатыр сабаққа? Себебі 2 қызым 2 рет жылап келді. Мынаның әкесі педофил видеода жүр ғой деп жылап келді 2 қызым. Сол күннен бастап мен мен жаңа сені көшіріп жіберсін деген жоқ. Өзі намыстың болса кетіп қалу керек еді. Қазір мына қараш барлығы ел саған қарсы болып отыр. Мен көріп отырмын да, өз ағайындарың. Сондықтан да мен сені көшіріп жібер деген жоқ бұларға. Сен өзіңе ақ намыстан кетіп қалуың керек еді. Сөйтіп ешкімге ештеңе айтқызбай балаларыңа жүрген бұны енді атын өзің ғой шығарып жіберді осындай ұлатып жуатып берді ғой елдің бәрі. Көрдің ба? Енді оны кішкентай балалардың аузын ешкім тие алмайды, рас па? Сондықтан да ол айтады. Тып-тыныш жаңағы кісі айтты ғой, мен кетіп қалдым уақытында деп. Жоқса кетіп қалу керек болды. Жәкеде кеше шығанақтан қайтарды мені. Жүрші. Мақыл деді. Мәмілеге келейін. Мәмілең не ол талап деді. Бірақ талап деді. Кешірім сұрасын. Заңмен белгіленді ғой енді. Өтірік нәрсе емес. Заңмен қысқартылды. Енді сол Дәулетжан, мен жалпы халық деп атқан жоқ. Шығарған Дәулетжан барды кешірім сұрасын әлеуметтік желіде. Болды. Мен айтып жатыр екен. Бағана тыңдаса мен айтатын айтып олайды. Одан мен айттым. Әлеуметтік желіден кешірім сұрасын. Болды. Мен басқа енді қазір сөз тарап жатыр. Ой, 20 миллион сұрап жатыр екен, 50 миллион сұрап жатыр екен. Егер менің аузымнан шыққан сондай сөз болатын болса, оны айтып берсін. Мен барлық жерде айттым. Арызымда да талабым біреу алды. Болды. Басқа ешкім сұраған жоқ. Орындалса болды. Мен ешқандай қатысым жоқ деді. Дәулетжанға деген. Балдарым да сабаққа барады. Мен де өз өмірімді сүремін деп ашық айттым. Кімде қандай ой бар? Бүкіл тағдырын шешіп берді ғой. Рас па? Мен бұл жерде қазір шығып келдім. Мен бір жеңілдеген адам сияқты болсын да, бірақ мен шашып кеткен мына әңгімеден бар ғой. Қазір қарам, үлкен кісілер бар. Бұның алдында бар ғой. Дәулетжан барды, әкім барды, депутаттардың бәрі барды. Айтатындар дәпең қой, ұят болады, дәпең. Мына кім айтшы? Не бәтуа демейді, не тыңдамайды ешкім. Сонда мына кісілердің бәрі не? Бұған кішкентай бала ма? Сен бір ауыз сөзден үлкен бар. Тиді дегенде мына мысалы ауыз жабу керек, қой керек. Түсін ба? Сен ешкім емессің, сен заң емессің, түсін ба? Сен орнына алып қой керек, кеміріп қой керек, кемірген, сен заңға қарсы емессің, ма қойың сен. Сен кішкентай бала емессің, ешкім емессің. Үлкен ағалар болсын, сен жоқ. Дако деп сен кімсің машина? Bir adam söz söylüyor çocuk bunu ağa. Bir adam söz söylemeyip bunu. Üstüne çileğiniz düştüm. Çileğiniz mi? Çekilme kirme. Çekilme kirme sen. Bölümüz biles. Rahat ol. Yardım mı? Oldu mu abi? Cidden bu yeni de Дұрыс, Бауыржан осы қазір айтамыз. Ол менің құрдасым ғой. Дұрыс, рахмет. Қорытындысын айтайын енді. Болды ма? Бұл өте дұрыс нәрсе емес. Бағана басында да айттым ғой, айналайын кешірімді болуымыз керек. Болмайтын нәрсені тізіп жаза берудің керегі жоқ. Жаңағы жол осындай болып қалды, бүгін қар жауды, су ағып жатыр, оны неге істемейді деген тірліктер ол меліш, оның керегі жоқ ешқандай. Оның одан крупный тірліктер бар. Мына қазақтың болашағы не болады, соны ойлайық. Сен мені оценка бермей отыра бер жерге. Дұрыс па? Мынаның жігін жылап шашып кеткен. Тоқтаса екен. Сондықтан жігіттер, бір ауылдың азаматысыңдар, бір елдің жігіттерсіңдер. Енді қазақпыз айналып келгенде. Қазақ осы болдай тозайын деп жатыр осы түрімізден келгенде. Жарты қазақ орысша болып кетті, жарты қазақ бірін-бірі жеуге несі жоқ. Осындай жағдайға ұшырап жатырмыз. Бұрын ауылдың бәрінің есігі ашық тұратын. Ешкім құлттамайтын. Келген кісілер кіріп отырып, қазір есігі ашық, бірақ бірде-бірі кірмейді. Зорға кіреді. Сондай жағдайға ұшырап жатырмыз. Енді бұл
қазақтың негізі түбіне жететін жағдай осы тірліктер осындайдан басталды. Не болды сонша? Жаңағы айтып жатқандарың, мен ананы жаздым, мен мынаны жаздым, керегі жоқ оның тірліктің. Біз ұйымшыл болуымыз керек. Мен баяғыда әкімдік дегенде не айтатын едім, айналайын жігіттер, біз алдағы адамдарға. Сен қолыңнан келе ма? Жұмыс істеуіне көмектес. Қолыңнан келмей ма? Жайыңа жүр. Ал бассап үстінен жоғарғы жаза бергенді тоқтат. Мына қоғамдық ұйымдар бар. Бірінші ауылдың қоғамдық ұйымына келіңдер. Мысалы ауылдың әкімі тыңдамай бірдеңе істеп, айналайын, мынау не деп. Одан кейін тыңдамаса, аудандық қоғамдық ұйымдар бар. Ардагерлердікі бар. Ол соған кіріңіздер. Ол шешпесе, содан кейін барып барасыздар. Ал негізі ауылдағы болып жатқан майда шүйде нәрсені әлемге шығарып жүрудің керегі жоқ. Не болды біз? Мысалы, мынау Жамбыл облысының Сарысу ауданы дүрілдеп, ойбай, несін айтасың, Астанаға барып ауыл тігіп жатқан. Осы ауылдан шығып жатыр, басқа тірлікті осы ауылдан шығып жатыр. Оның соңынан жаңағы барған кезде облыстың милициясы бірге барып алып кетемін деп. Соған дейін жеткізген не тірлік бұл? Бұл тірлік болмайтын тірлік. Енді мен айтайын сіздерге. Бұған дейінгі бәрі болғанда айттыңдар. Бірін-бірін атып жіберетіндей жағдайға келіп тұрамтылып отырсыңдар. Қас жаудан жамансыңдар. Оның бәрін қою керек. Егер біздің айтқанымызға осынша еркеп сұрап отыр, біріңді-бірің кешіріп, айналайын бұдан кейін таза өмір сүріп, айналып туысқандай бауырдай болыңдар. Ал егер ондай болмаймыз десеңдер, онда жаңағы сөз бұған бәлеге жолығады дейді. Біз мысалы өзіміздің протоколды жазып береміз, сотқа қарай қарасында жібереміз. Одан кейін ояққа барасыздар, ол шешілмейді, облысқа барасыздар, сондай болып жүресіздер. Өткенде бір жағдаймен біз жайылмаға бардық. Дау болды осындай. Ауылдың бір азамат айтты. Ертең деді, ана қарияның бір кемпір кісі екен. Ана жігітке айтты да, айналайын, мына кемпір апан ертең қайтыс болғанда мен көрші отырып айтсын, сен кірге алмайсың ғой, қалай болады? Қалай бетіне қарайсың деп. Есім тұқсында, екеуі көрші отырып, біріне-бірі кірмей, айтысып тартысып. Сондай тірлік болмасын. Қатты жаңағыдай тірліктер шығып жатса, бастап неге салмаңдар әлеуметтік желімді. Келіңдер, қайтыңдар. Маған келіңдер. Ардагер төрағасына барыңдар, жақын үйге барыңдар. Егер біз шешемасақ, ол уақытта шешеді. Ол уақытта қиын болады жағдай. Шамал жеңіп кемді айыптыңыздар. Просто түсіңізші, бүгін халыққа бір-ақ адам мәңгілай отыр ғой. Мен соны таң қаламын да, бүгін халық, сонда мына үйлерін отыр да аға. Сонда сіздер ешкім болмай тұрды да, біз ше, халық ешкім болмай тұрды да. Не деп үлкен кісілер осы ғой, мен деген адамды сөйлететін, тыңдататын. Мына сонда бір адам бүгін біздің не халықты шеше ма не мына? Онда битейік онда, менің ұсынысымда бүгін мәселені осыған берейік та, осыған налог төлеп отырайық, осы шешім бәрін. Біз кеткенге бастап рахмет. Осы мәселені бұл көтерілгеннің өзі бір жылдан асты өзі. Сол дау, әлі дау. Бұл Жаңатасқа барудың өзі қиды. Қазір Астанаға барып көп оңай болды. Самолетпен барып келеді, түстен барып келеді, барып келіп жатыр. Мына ескеріңдер. Бұл енді кешірім сұрайды. Кім сұрайды ма? Кешірім тасы Бағдат? Или бізге сұра деп отыр ма? Кешірімді. Кім сұрайды? Сен бүкіл ауылға, бүкіл ауыл, қарияларға сен сөйлеп берсің ғой сен. Сен тыңдап өткен жоқсың ғой сен. Мен тыңдап отырмын. Қазір мәлімділігі келмейді. Оны бесенден бері біліп отырмыз. Мәлімділіге келмейді, кешірім сұрамайды. Сот көрсін. Халықтан үлкен емес. Халықтан үлкен емес. Халықтан үлкен емес. Үлкен деп отқан жоқ. Кіші деп отқан жоқ. Кім бұл? Емес бұл. Сол десең емес. Осы шешім солай болды ғой. Шешім солай болды. Бір адам ше, бір адам, көзіміз бар. Yok.